Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен мынадай бір керемет рецептпен дайындалған самсаның жасалу барысын бөлісетін боламын. Бұл рецепт маған өте ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Соңына дейін қарап ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылып қойыңыздар. Алдымен қамырын илеп аламыз. 350 грамм ұн, 140 мл жылы су, 2 ас қасық өсімдік майы, 2 тал жұмыртқа, 5 грамм ашытқы және де 3 грамм тұз керек болады. Алдымен ұнға ашытқы мен тұзды қосып араластырып алып, және де жұмыртқаны шағып салып, шанышқымен араластырып аламыз. Онан соң суды аз-аздан құйып отырып, шанышқымен араластырып отырамыз. Онан соң өсімдік майын құйып, қолымызбен илейміз. Аса қатты, аса жұмсақ та емес. Қамыр илеп аламыз, қолға жабыспайтындай қылып. Егерде бостау болып кетсе, үстіне ұн қосамыз. Майдалап отырып илеп, бетін жауып қоя тұрамыз. Онан соң қимасын, салмасын даярлаймыз. Ол үшін ет тартқышына өткізілген лайықты мөлшерде қой еті және де лайықты мөлшерде асқабақ пияз ұсақтап туралған. Оған бір шай қасық қара бұрыш, бір шай қасық зыра ұнтағы және де лайықты мөлшерде тұз қосып, лайықты мөлшерде өсімдік майын тамызып, жақсылап араластырып, бетін жауып қоя тұрамыз. Онан соң шамамен жарты сағат өткен соң қамырды алып, ұзын шақтап, онан соң тең бөліктерге бөліп шығамыз. Бұл қамырды қатты ашытып жіберудің қажеті жоқ. Ашытпай тұрып жасасақ та өте жұмсақ болып піседі. Егерде өте ашып кететін болса, самсаның формасы өзгеріп кетеді. Домалақтап жасап қоямыз барлығын. Бетін жауа тұрып, бір шетінен бастап алып, бірден жайып шығамыз. Ортасы қалыңырақ, шеті жұқа қылып, қамыр жайып аламыз. Онан соң ішіне салмасын толтырып салып, екі жағын жапсырып, мықтап жапсырып алған соң, шетін әсемдеп шығамыз, видеода көрсетілгендей. Түсінікті болу үшін бірнешеуін жасап көрсетейін. Барлығын жасап түзіп алған соң, бір тал жұмыртқаны шағып араластырып, бетіне жағып шығамыз. Онан соң алдын ала қыздырылып қойған пешке 220 градуста
25 минут айналасында пісіріп алсақ болғаны. Астарыңыз дәмді болсын.